Алматы облысы Қарасай ауданы Жаңа Шағамалған ауылдық округінің Жібек жолы ауылының ауруханасының алдында тұрмыз. Сізге сұрағым бар еді. Осы ауруханада жұмыс жасап жатқаныңызға қанша уақыт болды, және осы аурухананың жағдайы жайлы айтып кетсеңіз, бір-екі ауыз сөзіңізді. Мен осы ауруханада жұмыс жасап жатқаныма 8 жылдың көлемі болды. Бізде станция шамалғанда тұрғындардың саны өте көп, 36 мыңға жуық адамдар саны бар. Айтып кеткендей 8 жылдың көлемі болды. Енді қолдан келгенше адамдарға жақсы жылы жүздікпен күтіп алып, сондай қолдан келгенше барлық жұмыстарды жасап жатырмыз, қолдан келгенше. Енді бірақ енді өзіңіз көріп тұрғандай кішкене тарлық етеді, әлде де мамандарымыз көбейсе деп ойлаймыз. Адамдарды мысалға өзіміз осы жерден барлығын керек нелердің бәрін осы жерден атқарсақ, мысалға окулист бола ма, және басқа да мамандықтар бола ма. Енді бұйыртса неміз осы поликлиникамыз кеңейсе деген үмітіміз бар. Жақсы, рахмет сұхбатыңызға. Осы сұрағым бар еді. Осы ауылыңыздың Жібек жолы ауылының ауруханасы жайлы айтып кетсеңіз, және болашағы жайлы бір-екі ауыз сөзіңіз. Әкімшілік болғаннан кейін полицияның жағдайы міндетті тұрып бақылауда ұстап отырамыз. Себебі біз халқымыздың денсаулық сақтау жағдайы бар осы ауруханаға өткізіледі. Енді өздеріңіз білесіздер, бұл бұрыннан келе жатқан аурухана, алғашқы көмек, санитарлық көмек көрсететін мекеме, қабылдау, адам санын қабылдайтын 300-ге дейін, бірсімен де білесіздер. Енді менің жалғыз айтарым, округтің халық саны қазір 41.500 болып кетті. Бұл жеткіліксіз. Сол себепті қазір мына осы сұранысқа байланысты аудан әкімінің қолдауымен облыстан біз жаңағы үлкен тағы да колледж ауылынан бұдан да үлкенірек қылып 300 орындық мекеме аурухана салдырайын деп жатырмыз. Жер телімін бөліп бердік, қазір әкімдік тарапынан шешім шығарып бердік. Құжаттарды сараптамаға жіберілді. Бұйырса енді сол жерде үлкен аурухана салынады. 300 орындық. Мінекей біз ауруханамыздың жағдайын көріп, әкімнің орынбасарынан сұхбатымызды алып, жаңа аурухананың қашан салынатыны жайлы мәліметті алдық.